Біздің заманымыздың 1159 жылы үнді математика Пахаскара мәңгілік қозғалтқыштың макетін жасады. Ол іші сынаппен құйылған доңғалақ кейпінде болатын. Оның ойы бойынша доңғалақ айналу кезінде бұл сынаптар келесі сынаптардан ауыртысу арқылы мәңгі қозғалуы керек еді. Шынымен де салмақтар арқылы доңғалақты мәңгі айналдыртатын еді. Оның жобасы мәңгі қозғалтқыштар бойынша тарихтағы ең алғашқы жобалардың бірі болатын. Яғни сыртқы энергияның көмегінсіз ақ мәңгі бақи жұмыс жасай алатын құрылғы. Көз алдыңызға өздігінен жел тудырып, сол жел арқылы қозғалатын диірменді елестетіңізші. Немесе лампаны өзінің жарығы арқылы өзі қуат алатын. Осындай құрылғылар көптеген ғалымдардың бастарын қатты ойландыртатын, өйткені осы құрылғылар арқылы таусылмайтын энергия өндіре алар еді. Елестетіңізші, мысалы, мәңгі қозғалтқышта адам оның системасының бір элементі болса, мұндай машина шексіз жұмыс істей алар еді. Бірақ бір мәселе туындайды. Барлық бұл жобалар жайдан жай жұмыс жасай алмайды. Әрбір мұндай идеялар термодинамиканың бір немесе екі іргелі заңдарын жоққа шығарады. Физика бөлімі энергиялардың түрлер туралы сипаттама беретін заңдар. Термодинамиканың бірінші заңы бойынша энергия жоқтан бар бола алмайды, немесе бар болып жоқ болып кете алмайды. Сіз бастапқы енгізген энергиядан артық энергия ала алмайсыз. Бұл заң мәңгі қозғалтқыштың пайдалылығын бірден жоққа шығарады. Машина қанша энергия шығарса, сонша энергия қорыталады. Артық энергия тіпті телефонды немесе көлікті зарядтауға жетпейді. Бірақ біз мына машинаның жайдан жай ғана мәңгі жұмыс жасайтын қаласақ не болады? Ғалымдар өте көп идеялар ұсынған болатын. Олардың кейбіреуі жаңағы доңғалаққа қатысты болатын, бірақ дөңгелеп түсетін шарлар немесе тізбектерге қатысты болды. Бірақ ғажайып орындалмады. Қозғалып жатқан механизм бір жағы ауыр басып жатқан кезде масса центрінің орнын ауыстырып жібереді. Масса центрі төмендей берген кезде доңғалақтың бір бөлігі маятник сияқты ары-бері қозғалып, ақыры тоқтап тынады. Бірақ басқа мысалдар туралы не ойлаймыз? 17 ғасырда Роберт Бойль өз-өзін толтыра алатын ыдыс идеясын демонстрациялады. Оның ойы бойынша сұйықтық пен материал арасындағы капиллярлы эффект сұйықтықты түбеге көтеріп, қайта құйғызатындай етеді. Бірақ капиллярлы эффект тартылыс күшінен де асып кетіп, сұйықтықты сонша биіктікке көтере алса, дәл осы себеп үшін де шамалы уақыттан кейін ол гравитацияға қарсы тұрып ақпай қалатын еді. Тағы да биіктік үстіндегі магнитке қатысты мысал да бар. Идея бойынша магнит әсерінен төмендегі шар үлкен шарға тартылуы қажет. Тесіктен құлап, содан кейін қайталана беруі керек. Бірақ бұл мысалда айтып кеткен ыдыстағыдай себеп кесірінен сәтсіз болады. Магнит жай ғана шарды қатты тартып алып, түсірмей қоятын еді. Бірақ бұл жабыспағанның өзінде уақыт өте келе магниттің күші әлсіреп, бұл механизм тоқтап қалушы еді. Бұл аталған машиналар үшін қосымша энергия қажет, тоқтап қалмаулары үшін. Ал бұл өз кезегінде термодинамиканың бірінші заңына жоқ деу. Әрине, қазірде өте көп мәңгі қозғалтқыштарға ұқсайтын механизмдер бар, бірақ шындығына келсек, олардың бәрі қосымша энергия көзін қажет етеді. Тіпті егер инженерлер термодинамиканың бірінші заңын бұзбайтын машина ойлап тапқанның өзінде, осы өмірде бәрі бірдей термодинамиканың екінші заңы үшін жұмыс жасамас еді. Ол бойынша механизм процесс кезінде бәрібірде кішкене энергия жұмсайды. Мысалы, үйкеліс күші. Өйткені кез келген машина қозғалатын бөліктерден тұрады ғой. Осы қозғалатын бөліктер арасында тіпті кішкентай атомдар болса да, үйкеліс күшін тудырып, энергия құртады. Тіпті ол вакуумда болса да. Пайда болған жылу үйкелістен пайда болған, және ол құртылып машина энергиясын азайтады. Ал ол энергияны мәңгі жұмыс істету үшін пайдалану керек болатын. Ақыр соңында машина бәрібірде тоқтайды. Сонымен мына термодинамиканың екі заңы мәңгі қозғалтқыштарды дүниеге әкелу үшін ешқандай да мүмкіндік бермейді. Бірақ сонда да мәңгі қозғалтқыш жасалынбайды деп дөп басып айту қиын. Өйткені біз әлеміміз туралы әлі көп нәрсе білмейміз. Мүмкін біз мына бір заңдарды жоққа шығаратын жаңа материя түрін тауып алармыз. Немесе шексіз энергия кванттарда жасырынған болар. Бірақ бір нәрсе айқын, біздің ізденістеріміз ешқашан тоқтамайды. Бұл мүмкін бізде бар жалғыз ғана мәңгі қозғалтқыш шығар.